Сәлем достар, Зерек бала каналына қош келдіңіздер. Қызықты видеоларымызды жіберіп алмас үшін каналымызға тіркеліп, лүпіл басып қойыңыздар. Сәлем достар, 46-шы сабақ. Тақырыбы: көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша көбейту. Бірінші тапсырма: ауызша есептеп барлық жауаптардың қосындысын тап. Сонда әл-фараби дүниеге келген қаланың атауын білетін боламыз. Әр көбейтінді жақшыға аламыз. 135 көбейтілген 300 қосамыз. 296 көбейтілген 200 қосамыз. 114 көбейтілген 200 қосамыз. 2130 көбейтілген 30 тең болады. 40500 қосылған 59200 қосылған 228000 қосылған 63900. Барлық көбейтіндінің жауаптарының қосындысы 391600. Бірінші тапсырманың жауабы: әл-фараби дүниеге келген қаланың атауы Отырар қаласы. Жетінші есеп: кітапханада 5 мониторды тоққа қосу үшін әрқайсысына теңге 15 метр сым қажет. 134 мониторды қосу үшін 400 метр сым жеткілікті ме? Жазып аламыз. 5 монитор тең 15 метр, 134 монитор қанша метр сым керек? Шешімі: 5-ті көбейтеміз 15 метрға, тең болады 75 метр. 134-ті көбейтеміз 15-ке, тең болады 2010 метр. Жауабы: 134 мониторингті қосу үшін бізге 400 метр сым жеткіліксіз. Бізге керегі 2010 метр сым. Келесі тапсырма: 4 текшеден құрастырылған фигураның көлемін тап. Бұл жерде 4 түрлі текше болғандықтан 4 түрлі қабырғаны жазып аламыз. А1 тең 2-ге тең, А2 тең 2-ге, А3 тең 2-ге, А4 тең 2-ге. Көлемді табамыз. Көлемнің формуласы В тең В1 қосылған В2 қосылған В3 қосылған В4. Демек, қазір В2, В3, В4-ті тауып аламыз. В1-ді табу үшін А1-дің кубы. А1 бізде 2-ге тең, 2-нің кубы. 2 көбейтілген 2 көбейтілген 2. Куб дегеніміз сол санды өзіне сонша 3 рет көбейту. Тең болады 8-ге. В2, В3, В4-ті осы тәсілмен тауып шығамыз. Қазіргі таңда бізде бірдей барлығында сан берілген, сондықтан мендегі жауаптары барлығы бірдей болады. Егер сізде өзгеше болса, дәл осы формулаға салып табасыз. Келесі: В1, В2, В3, В4-ті тапқаннан кейін жалпы көлемді табамыз. В тең 8 қосылған 8 қосылған 8 қосылған 8 тең болады 32 сантиметр куб. Берілген 4 текшенің жалпы көлемі 32 сантиметр куб. Достар, құрметті ата-аналар, біздің келесі видеоларымызды жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, лүпіл басып, келесі қандай есепті түсіндіргенімді қалайсыздар? Комментарийға қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар!